білесіздер ма? Қаншама ғибадат, құлшылық жасап келеткен періштелер Раббылары құла деген кезде, міне салиқалы амалдың жемісі қандай да, құлай салды да. Ал біреу солармен бірге қанша құлшылық жасап келеді да тікірейіп тұрып қалды ана жерде. Мен хайырлымын деген сөзді айтты. Мен артықпын деген сөз адамды құртатын нәрсе екен, құрметті жамағат. Сонда Алла Тағала шешім шығарды. Қала фахруж минха, дереу шық бұл жерден. Қанадыршы, өте қиын нәрсе да бұл, құрметті жамағат. Фа иннака раджим, сөзсіз сен менің рахымымнан қуылдың дейді. Қараңыз. Сосын айтады: ва инна алейка лағнати иля яумиддин. Сот күні болған күнге дейін, қияметтің соты болған күнге дейін сенің үстіңнен менің лағнетім түспейді дейді. Сен істеген әрбір амал лағнетті шақырып тұратын болады дейді саған. Әрбір амалың тек лағнетті саған беріп тұратын болады. Енді ойлаңыз, оның айтқанын істеген кезде адам қандай нәрсеге ұрынады енді? Көрдіңіз ғой. Алла Тағала жаңағы Кахф сүресінде айтады: афататтахизунаху ва зурриятаху аулия мин дуни ва хуа лакум адуун. Ол сендерге дұшпан ғой дейді, Іблісті айтып жатыр. Сонда сендер мені ұмытып дейді. Қараңыздаршы, Алла Тағала. Сонда сендер, ей адамдар, мені ұмытып, Ібліс пен оның ұрпағын өздеріңе дос қылып алдыңдар ма дейді. Құрдыңдар ғой деп жатыр ғой, бітті ғой. Қараңыздар, қандай нәрсе болып жатыр да. Міне осылай бағасы берілді. Сонда мына нәрсені сұрады Раббысынан. Негізі адам жаңа қателескен кезде тәуба сұрайды ғой. Алла Тағаланың алдында құлы қателессе, ол Алла Тағаладан тәубаға мұрсат сұрайды. Қола робби фа анзирни иля яуми юбасун. Бұл не үшін сұрады мұрсатты? Соны баяндайды Алла Тағала. Раббым білет, Раббысын мойындайды. Неге осылай Раббым деп сөйлеп тұр, неге сәжде жасамай тұр деген кезде, мынандай бір ауру бар екен, дерт бар екен, құрметті жамағат. Содан сақ болу керекпіз. Сіз құлшылық жасап жүресіз, салиқалы амалмен. Алламен бір байланысыңыз бар да, Алланы мына мұсылмандардан бөлек ұстағыңыз келеді өзіңіз. Түсіндіңіз ме Аллаға деген тақырыпты? Мыналарға сізбен ақылдасатын сияқты Алла Тағала, бұлардың үкімі жайлы. Осындай сайға кіріп кетуі мүмкін мұсылман адам, құрметті жамағат. Біреуді уже менсінемейді ол, қауы түсінемейді оны да. Ішінде бол, осының ішінде болу керексің да. Көрдіңіз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала айтады Анғам сүресінде: "Ва иза жаака аллазина юъминуна би аятина". Ей пайғамбар, қашан сенің қасыңа ақшасы жоқ, басқасы жоқ, тағы да басқа адамдар келіп, менің аяттарыма иман келтіретін адамдар келе қалса дейді. Қараңыздар. Фақул саламун алейкум. Ассаламу алейкум дейді оларға. Өйткені мен иманмен өлшейін дейді оларды. Түсіндіңіз бе? Қарапайым адамдар келіп атқан кезде фақул саламун алейкум. Саламун алейкум де. Міне біліміңнің озық жері сол болу керек сенің. Сен өзіңді олардан артық көруіне болмайды. Сосын айтады, қателесіп кетпес үшін, катаба роббукум аля нафсихи рахма. Раббыларың рахымдылықты дейді. Кімді кешірем, кімді рахымды етем, кімді жәннатқа кіргізем, оны өзіне алған дейді, ол міндетті. О жаққа араласып кетіп жүрмеңдер деп жатыр. Көрдіңіз бе? Осындай мағыналар бар, құрметті жамағат.